Ақтөбеде лаңкестік қауіптің қызыл деңгейі сақтаулы. Сондықтан тұрғындар әлде болса адам көп шоғырланған жерлер мен ойын-сауық орындарында бармаған жөн. Мамандар құқық қорғау қызметінің өкілдері жұмысты жалғастырып жатқандықтан олардың ісіне түсіністікпен қараған дұрыс дейді. Бұдан өзге тағы қалада қандай жағдай болып жатқан біз қазір тілшімізден сұраймыз. Сәкен, сен тікелей эфирдесің. Қандай ақпараттар бар? Рахмет, Ғани, қазіргі уақытта Ақтөбе облысы тыныш. Еш жерде қарулы қақтығыстар болған жоқ. Бірақ бүгін қалада ғаламтор жүйесі қосылғандықтан түрлі ақпараттар желде есті. Мәселен, ішкі істер департаментіне шабуыл жасалды және 27-ші мектептің жанында қақтығыс болды деген мәлімет тараған еді. Оның бәрі жалған жаңалық болып шықты. Мұндай келеңсіздіктің жолын кесу үшін күшті құрылымдар қарқынды әрекеттерін жалғастырып жатыр. Қарулы топ қатарындағы 7 адамды қолға түсіру шаралары шектелген жоқ. Сырттан келетін көліктері және қаладан шығатын машиналардың барлығы жіті тексеріліп жатыр. Сәкен, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Ақтөбе қаласына барды. Мұхтар Құл-Мұхаммедтің қатысуымен кеңес өтті деген ақпар бар бізде. Жиында жағдайды оңалтуға қатысты пікірлер айтылды ма? Айтылды. Осыдан бірер сағат бұрын Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Ақтөбе облысының имамдарымен кездесті. Қасиетті Рамазан айы қарсаңында жазықсыз жандардың қаны төгілгеніне қынжылыс білдірді. Бұл жағдай құқық қорғау органдары қызметкерлері мен мешіт имамдарының жұмысын әлі де жетілдіру керектігін көрсетті деп атап өтті. Әсіресе аудандарда жастармен жұмысты күшейтіп, дәстүрлі исламды дұрыс түсіндіру керектігін баса айтты. Сорпасы қосылмайтын қаншер азаматтар біздің асыл дінімізге осындай көлеңке түсіріп жатыр. Бұларды ешқандай себеппен ақтап алуға болмайды. Өйткені дүние жүзіндегі қай дінде болмасын кісі өлтіру ең үлкен қылмыс саналады. Сіздерді әлде болса осындай теріс жолда түскен бауырлар болса, соларды хақ жолына бағыттай көріңіздер деген тілек айтқым келеді. Болған оқиғаға байланысты Ақтөбе қаласының тұрғындары да пікірлерін білдіріп, қарулы топты қатаң жазаға тарту керектігін айтады. Кезілмейтін қылмыс деп есептеймін. Бұл бәріміздің бетімізге түкірген есеп. Және бұл қылмыс ойланып істелген зат. Бұлардың бәрі бала емес. Жас толмаған, ақыл жетпеді деуге болмайды. Бәрі де 25-30-да келген адамдар. Тепсе темір жүретін жігіттер осындай жерге зұлымдыққа барып, арамдыққа барып, мынандай сатқытқа барып, қан төгіске деген барғаны біздер үшін өте қиын жағдай. Бүкіл Ақтөбе жұртшылығының ашу-ызасын тудырып отыр. Өйткені тыныш жатқан елді білдіру, ол ел қамын ойлайтын адамдардың ісі емес. Бұл ешқандай ақылға сыймайды, ешқандай адамгершілік түсінікке жатпайтын қылмыс. Дініміз айтады, бір адамды өлтіргеннің күллі адамзатты өлтіргенмен тең күнә деп. Ғани, қазір қолыма тағы жаңалық келіп түсті. Мұхтар Құл-Мұхаммед имамдармен кездесуден кейін қаланың зиялы қауым өкілдерімен жолықты. Онда Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары мұндай олқылықтар алдағы уақытта болмас үшін жастар тәрбиесіне жете мән беру керектігін жеткізді. Ғани, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Жалғай түс. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Сәкен Сейітханұлы болатын.